Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге Карен проблемы фильмнің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Ендеше кеттік. Пол Кэмпбелл Канадада тұратын жылжымайтын мүлік агенті. Оның іске келгенде өзіндік тәсілі бар. Ол өзі сатайын деп жатқан үйге ешқандай жаңарту не жөндеу жұмыстарын жүргізбейді. Жайған әртүрлі заттар жабыстырып қояды. Бір сөзбен айтқанда ол алаяқ. Полдың өкінішіне орай клиенттерінің басым көпшілігі оның өтірігін біліп қойып алғашқы 5 минутта одан аулақ кетуге тырысады. Нәтижесінде оның сатылымы төмендеп, еркектің отбасы қарапайым өмір сүруге мәжбүр. Бір күні Пол өзінің сүйікті ағасы қайтыс болғанын біледі. Еркектің қатты көңілі түсіп кетті. Бірақ бір жағынан ол өте қуанышты. Өйткені ағасы миллионер және оның ешқандай туысы жоқ. Демек оның бар байлығы Полға тиесілі болады деген сөз. Алайда жігіт оның адвокатымен кездескенде қуанышты су сепкендей басылды. Сөйтсе ағасы бар байлығын қайырымдылыққа жұмсап, жиеніне бар жоға бір құмыра гүл қалдырып кеткен екен. Ағасынан қатты көңілі қалған Пол гүлді алып үйден шығарып тастайды. Таңертең Полдың мүлдем көңіл-күйі жоқ. Сондықтан ол өзінің балаларын ұрсуда. Сендер соңғы кездері шамадан тыс көп ақша құртатын болдыңдар деп. Ал олар шындығында бар болған аптасына $20 құртқан. Әкелері балаларына ешқандай ақша бермейді екен. Сондықтан олар әкелерін ұната бермейді. Таңғы астан кейін Пол сарайды жинастырып, ол жерге ағасының гүлін орналастырды. Ағасының затына кішкене де құрмет көрсетейін деп оған су құяды. Кенеттен ол қалай гүлден $100 шыққанын көреді. Ол дереу гүлдің ерекше қабілетке екенін ұғынды. Осы сәтте оның отбасы келіп қалып, ол ақшаны дереу қалтасына тыға қойды. Ол отбасынан бұл өсімдіктің ерекше қабілетін жасырып қалғысы келеді. Келесі күні ол жұмысына келе салып, өзінің өсімдігін тексеруге барды. Оның таңғалысына орай өсімдік $1000 берген. Ол осылай отбасынан жасырып өсімдіктің берген ақшасын жинастыра бастайды. Ертесіне оның үйіне Тим есімді еркек келіп, ол өзінің ағасының досы болғанын, сондықтан өзінің қайырымдылық қорына ақша беруін сұрайды. Пол өз отбасын таңғалдырып, оның қолына $1000 ұсынды. Отбасы оның шалға осынша көп ақша бергеніне ашулы. Ал Пол бар шындығын айтудың орнына өзінің соңғы кездері үйді көптеп сатып жатқанын айтады. Осы күннен бастап Пол өзгере бастайды. Ол өзінің ескі киімін тастап, соңғы үлгідегі қымбат киім алды. Және ақшаны құрту мақсатында өзіне еш керексіз заттарды алуда. Мысалы, өзінің бақшасы болмағанына қарамастан кішігірім трактор алады. Балаларын таңғалдырып, олардың қолына $200 ұстатты. Бұл отбасында алғаш рет жақсы атмосфераны орнатты. Әйелі күйеуінің көптеп ақша таба бастағанына өте қуанышты. Бір күні досы оның ескі көлігін күлген кезде Пол ашуланып соңғы үлгідегі қымбат көлікті барып сатып алды. Бірақ ол көлікті сатып алу кезінде бір қателік жасайды. Ол сатып алушыға үлкен көлемдегі қаражатты қолма-қол беріп, оның күдігін тудырды. Нәтижесінде ол полицейлерге Пол туралы баяндап береді. Ол ақшаны заңсыз әрекеттермен табатын секілді деп. Осылай детектив Миллер келіп, Полдан өзіне қажетті ақпараттардың бәрін алды. Ол Полдың үйін аңди бастайды, оны қылмыс үстінде ұстап алу үшін. Ал Полдың өзі болса жұмыс орнына қымбат көлікпен барып, әріптесі Джекті қатты таңғалдырды. Ол досың мұндай қымбат көлікті алуға ақшаны қайдан алдың деген сұрағына, Пол өз кезегінде оның ағасы оған көп көлемдегі қаражатты қалдырып кеткенін айтады. Ал кейін отбасына барып өзінің қымбат көлігін көрсетті. Әйелі Грейске күйеуінің мұндай үлкен көлемдегі қаражатты қайдан тауып жатқаны қызық бола бастады. Алайда Пол әдеттегендей сұрақтан қашып өз ісін жалғастыруда. Грейс күйеуінің бірдеңе жасырып жүрген ұғынып, бұл жағдай екеуінің арасында ұрыс қалып келді. Келесі күні оның үйіне сол Тим келіп, тағы да қайырымдылыққа ақша беруін сұрайды. Алайда Полдың көңіл-күйі жоқ болғандықтан ол оны қуып жіберді. Жұмысқа кеткесін үйге детектив кіріп, Грейстен күйеуінің немен айналысатыны жайлы сұрай бастайды. Грейс күйеуін қорғауға тырысуда. Полдың адал әрі жақсы жылжымайтын мүлік сататын агент екенін айтып, оның отбасынан ешқандай ақпарат ала алмайтын ұғынған Миллер істі өз қолына алайын деп шешті. Сондықтан ол оның жұмыс орнына барып, Пол туралы ақпараттарды жинастырады. Сөйтсе ол соңғы айда мүлдем сатылым жасамаған екен. Бұл оның қандай да бір қылмыстық іске қатысы бар деген күдігін одан әрі арттырды. Бір жағынан Пол әйелінің одан үнемі күдіктеніп жүретінен шаршай бастады. Оның үстіне оның гүлі де ақша бермей қойды. Бұған қандай да бір қарғыс себепкер екеніне сенімді Пол өзіне ренжулі болуы мүмкін адамдардың бәріне ақша таратады. Тіпті Тимнің офисіне барып, оның қайырымдылық қорына үлкен көлемдегі қаражат берді. Қарт кісі онымен өз кеңесімен бөліседі. Ол оған ақшаға мұқтаж адамдарға көмектесуді сынады. Сол кезде өзіңді бақытты әрі жақсы сезінетін боласың деп. Оған бұл ой ұнап, ол кетер алдын оған бірнеше көлемдегі қаражат тастап кетті. Ол кеткесін бөлмеге Миллер келіп қалды. Үстелде жатқан қомақты қаражатты көрген ол Тим Полдың заңсыз істегі серіктесі секілді деп ойлап қалды. Ал Пол бұл уақытта өсімдігінен ақша шығара алмай әуре болуда.
Ол тіпті өсімдікті тірілту үшін оған Библия оқиды, алайда оның барлық әрекеттері сәтсіз. Ертесіне Пол кафеге барып өзіне кофе сатып алды. Есіктен шыға бергенде үйсіз отырған еркекті көріп, оның қолына $100 ұсынды. Мұны сырттай бақылап отырған Мейлер оны кете салысымен, әлгі еркекті тұтқын қалды. Ол Полдың заңсыз есірткілерін таратуға көмектесетін адам секілді деп күдіктеніп, бұл уақытта Полдың отбасы оған қоңырау шала алмай әуре болуда. Сөйтсе бүгін ұлының маңызды футбол матчы екен, ал әкесі ешкімге ескертпей кетіп қалған. Бұл баласының қатты көңілін қалдырды. Грейс Полдың қоңырауды алмағасын қасына қызын ертіп алып фабрикаға аттанды. Мұнда қараңғы, айналада ешкім жоқ. Гарри қараңғы бөлмеге кірген кезде ол матамен жабылып тұрған тесікке құлап түседі. Сөйтсе Полдың уақытын үнемдеу үшін тесікті матамен жауып кеткен екен. Енді өзінің жауапкерсіздігінің нәтижесінде қызы зардап шекті. Қызы дереу ауруханаға алып келгесін оның қолын сынғанын анықтайды. Әріптесі Жек оны айыптай бастайды. Сен үнемі жұмысты өтірік істейсің деп, тіпті оны аурудың аз-ақ алдында қалды, бірақ соңғы сәтте өзін ұстап қалады. Пол да өзінің қателігін ұғынып әйелдің алдында кешірім сұрай бастайды. Мен үнемі өз айналама жауапкершіліксіз қарайтынмын деп. Грейс оның қателіктерін кешіріп, бәрін қайтадан бастауды ұсынды. Олардың қуаныштарына орай қызын ауруханадан шығарып, олар үйлеріне қайтады. Пол баласының алдындағы да қателігін жуып шаяды. Мен үнемі сенің қасыңда болатын боламын деп. Пол ақыры бұл әлемде отбасынан маңызды ештеңе жоқ екен ұғынды. Алайда ертесіне оны полицейлер тұтқын қалды. Полицей бөлімшесіне келген ол түрмеде отырған Тим мен үйсіз еркекті көрді. Осы сәтте Тим өзінің ақша беретін өсімдік туралы білгенін мойындайды. Ақша беретін өсімдікті бірінші ашқан өзі екен. Полдың ағасының басына қиындықтар түскен кезде оған көмектесетін шығар деп сол өсімдікті берген. Алайда оның ақшасы көбейген сайын оның сараңдығы артып, ол өзін бақытсыз сезінген екен. Бірақ соңында бір қатар кеңестердің арқасында өзінің өмірін өзгерткен. Сол сәттен бері ол ақшаны мұқтаж жандарға таратып, ақыр соңында өзін бақытты сезінген екен. Тим де Полға түрмеден шыққасын дәл солай істеуге кеңес береді. Кенеттен полицейлер оны түрмеден босатады. Сөйтсе әріптесі Жек біз Нью-Йорктегі жылжымайтын мүлікті үлкен көлемдегі қаражатқа сатып байыдық деп айтқан екен. Шындығында ол полицейлерге өтірік айтқан. Өйткені ол жылжымайтын мүліктің келісімін жалғыз жүргізген болатын. Мейлер енді Полға қарсы ешқандай күдігі қалмағандықтан ол оны аңдуды доғарады. Бірнеше күннен кейін Тим жетім балдарға көмек көрсету үшін шара ұйымдастырды. Бұл шараға Полды отбасымен бірге шақырады. Ал кейін Полды сахнаға шығарды. Пол эмоционалды сөз сөйлеп, мұқтаж жандарға көмектесу үшін өзінің спорттық көлігін сататынын айтады. Және осы сәттен бастап үнемі мұқтаж адамдарға көмектеседі екен. Оның сөзі бәрін, әсіресе оның досы Жек пен отбасын үлкен әсерде қалдырды. Полдың қолында бұрынғыдай үлкен көлемдегі қаражат жоқ, есесіне ол өте бақытты. Кетер алдан Тим оған өсімдіктің қасиетін қайтарады, өйткені ол өмірдің нағыз мәнін түсінді ғой. Осылай ол көлігіне отырып, отбасымен бірге саяхатқа аттанды. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.